Ұлттық тағамдардың ішінде ежелгі және көпшілікке ортақ тағамның бірі ақ екені бәрімізге белгілі. Ағы бардың бағы бар деп қазақ халқы сүт тағамын бақыт несібесі деп білген. Сүтті соншалық қасиеттеудің басты себебі ол тіршілік арқауы. Одан неше алуан құнарлы тағамдар әзірлеп дастархан молшылығын жасаған. Сәлеметсіздер ме құрметті достар? Арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып сүт өнімдері туралы болмақ. Каналға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетіп кетіңіздер. Жыл соңына дейін 300 мың тіркелушіге жеткізейік. Ендеше кеттік. Сүт тағамдарынан қымыз, шұбат, құрт, ірімшік, қатық, айран, май, сүзбе тағы басқаларын күнделікті өмірде көп пайдаланамыз. Бұлардың барлығының да адам денсаулығына тигізер пайдасы мол. Сүтке басқа ешқандай азық-түлік тең келмейтін аса бағалы тағамдық өнім. Өйткені организмге оның құрамды бөлігінің 95-98% сіңеді. Сондай-ақ сүт қышқылдарының макро және микроэлементтерінің витаминдерінің таптырмайтын көзі. Сүт және оның өнімдерінің құрамында жеңіл сіңетін құраушылар бар. Олар бізге кальцийді, дәрумендерді, сондай-ақ көптеген басқа қоректік құндылықтарды жеткізеді. Сүттің жоғары корректік қасиеттерін келесі деректерге қарап білуге болады. 1 литр сүт құрамындағы белок мөлшері 150 граммды құрайды. Ол сиыр еті немесе тауықтың 5 жұмыртқасы немесе 1 килограмм нан құрамындағы белокқа тең. Сүттің жарты литрі адамның амин қышқылдарына деген тәуліктік қажеттілігін қанағаттандырады. Ал сүттің 1 литрі адамның май, кальций, фосфор, рибофлавинге қажеттілігін, толық белокқа қажеттілігін, ал аскорбин қышқылы ретинол, тиаминге қажеттілігінің 1/3 бөлігін қамтамасыз етеді екен. Сүт мал баққан қазақ жанұясының негізгі тағамы. Сүттен қымыз, шұбат, айран, қатық, сары май, ірімшік, құрт, сүзбе, қаймақ сияқты шетін жейтін сусындардың алуан түрлерін алуға болады. Қай түліктің болса да соңғы иіндісі. Соның ішінде қойдың жебе сауған сүті қою әрі майлы жұғымдылығы да жақсы келеді. Мұны қазақ шаруалары ғасырлар бойы бай тәжірибелерінен жақсы біледі. Көк сүт қаймағы алынған нәрі аз сүт. Қатырылған сүт мұздатып ұзақ сақтайтын сүт. Майлы сүт қаймақтан сары май айырғанда іркіліп шығатын қышқыл су. Оны кейде сол күйі сусын ретінде ішкен. Кейде қайнатып ақырымшік жасаған. Шайқалған майды шынылау үшін суық суға салып сығымдаған. Одан қалған сүтті май сүтінің шалабы деп кей жерлерде май шалап деп атаған. Қатық. Көбінесе қойдың, ешкі мен сиырдың қаймағы алынбаған сүтінен ұйтқан аса қою айран. Сүзбе. Жақсы ұйыған қатықты қапқа салып асып қойып сорғытып сүзеді. Айран қой, сиыр сүтінен әзірленеді. Қатыққа қарағанда сұйық болады. Айран шөл басуға таптырмайтын сусын. Айран мен қатықты қазақ халқы сүт су қосып сұйылтып та ішеді. Сүт қосылғанын қойыртпақ, су қосылғанын шалап деп атайды. Ұйытылған айран әрі тамақ әрі сусын әрі адам денсаулығына пайдалы. Мысалы, гипертонияға шалдыққандар күніне 2 рет тамақ ішкеннен кейін жарты сағат өткенде 1 кесе айранды асықпай баптап ішетін болса, бірнеше күннен кейін қан қысымы төмендеп өзін жақсы сезінетін болады. Сондай-ақ ұйқы қашқанда жатар алдында 1 кесе жылы айран ішсе, оның жақсы ұйықтап шығуға әсері мол. Тағы бір жайт, айранның гастрит ауруына да пайдалы екендігі, әсіресе асқазан қышқылының аз болғандығынан пайда болған гастритке пайдалы екенін білгеніңіз дұрыс. Айран көже. Бидай, тары, арпа, күріш жармаларынан жасалған көжеге айран қосып ашытылады немесе сүт қосып ұйытылады. Қойыртпақ. Қатыққа, айранға, қымызға ішетін, іркітке сүт немесе су қосып торсыққа құйып қанжығаға байлап жүріп далада ішетін ақ сұйық айран. Қымыз. Қазақ халқының ұлттық тағамдарының ішіндегі ең құрметті дастархан дәмінің бірі. Ол тек қана бие сүтінен ашытылады. Қымыз ерекше дәмді, құнарлы, жан сарайыңды ашып, адамның зауқын келтіретін хош иісті және өте сіңімді сусын. Бие сүтінің тағамдылық құндылығы онда белоктардың, майдың және көмірсулардың ғана емес, сондай-ақ адам үшін маңызы бар витаминдердің де болуына байланысты. Әсіресе ол А және С витаминдеріне бай. Сонымен қатар В тобындағы витаминдерді Е, Ф витаминдері болады. Б тобына жататын барлық витаминдер организмнің қалыпты тіршілік етуі үшін қажет. Қымыз ашытқанда кейбір витаминдердің мөлшері өзгереді. Биотин, тиамин, B12 витаминінің мөлшері кемейді. Рибофлавин, фолий қышқылы сол күйінде қалады. Пантотен қышқылы артады. Қымызда мынандай минералдық заттар бар.
Кальций тотығы 48%, магний тотығы 3,4%, фосфордың 5 тотығы 21,3%, хлор 7,5%. Қан құрауда маңызды рөл атқаратын кобальт пен мыс сияқты элементтер сиыр сүтінен гөрі бие сүтінде көп. Кобальт онда 1,5 есе, ал мыс 3,2 есе артық. 1 литр қымызда 1,60 мг мыс болады. Құрамындағы микроэлементтерінің мөлшері жөнінен бие сүті ана сүтіне жуықтау екендігі дәлелденген. Саумал биенің ашымаған сүті. Саумал өкпенің құрт ауруына шалдыққанын емдеуге қосымша ең қажет тағам ретінде көп қолданылады. Саумалдың тағамдық құндылығының жоғарылығы оның ауыр дертке шалдыққан адамдардың еңсесін көтеретін тағам ретінде қолданылатынын ақ байқауға болады. Шұбат түйе сүтінен өндіріледі. Бұл сусын қазақ аспаздығында кеңінен қолданылады. Түйенің сүтін ашыту арқылы дайындалынатын сусын. Шұбат биологиялық құрамы бойынша тек қана нәрлі және дәмді азық қана емес, сондай-ақ А, В1, В2, С дәрумендерінің көзі. Мысалы, В1, В2 дәрумендері бойынша түйе сүті сиыр сүтінен асып түседі. Шұбаттың 1 литрі адам ағзасының С дәруменіне және рибофлавиніне тәуліктік қажеттілігін қанағаттандыра алады. Шұбат айранға қарағанда май, ақуыз, кейбір минералды заттарға, дәрумендерге өте бай. Сүт өнімдерінің қоректік құндылығы. Сүт күнделікті емдәмнің айырбасталмайтын және аса құнды компоненті, ең жақсы және ең арзан кальций көзі болып табылады. Сондықтан да қазақта айран сүйек өсірер деген мақал бар. Кальций сүйек құрылымын қалыптастыруға және тістердің минералсыздануын болдырмауға қатысып қана қоймай, сонымен бірге жүректің дұрыс жұмысын, қанның дұрыс ұюын, сондай-ақ бұлшық еттер мен жүйке жүйесінің жұмысын қамтамасыз етіп, көптеген физиологиялық үрдістердегі қажетті элемент болып табылады. Ірімшіктер клеткаларды қалпына келтіру үшін керекті жоғары сапалы белок көзі болып табылады. Олардың құрамында көп мөлшерде кальций, А және В тобының дәрумендері болады. Сондай-ақ олардың құрамында жеңіл сіңетін майлар бар. Балаларды ақсыр жеуге үйрету маңызды. Олардың құрамында май мен натрийдің мөлшері аз. Бұл тамақтанудың дұрыс дағдыларын қалыптастырудың маңызды элементі. Салауатты тамақтануға арналған сүт өнімдері күніне кем дегенде 2 толық стакан сүтті, немесе сонша айран немесе йогурты, сондай-ақ 1 немесе 2 тілім сырды қолдануға кеңес беріледі. Сүтті тек таңғы аста ішуге ғана емес, сонымен бірге оны шөлді қандыру үшін күні бойы қолдануға болады. Достар, жалпы сүт туралы қысқаша ақпарат алды деген ойдамын. Денсаулықты қорғап дұрыс тамақтануға дағдыланайық. Каналға тіркеліп лайк басып достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Келесі видеода көріскенше.